Ысқақ сен ойламайсың ба ана жерде арабтар сияқты ақша тауып отырмын деп мына жерде? Иә, арабтар сияқты ақша тауып отырмын. Мына жерде былайша білесің ба сен негізі атеизм мен діндер бір халықтың миын ашытып қою үшін шығарған зат та. Соны түсінген басыңнан айналайын сенің. Сен өзіңде ешқандай дінде жоқ болып тұрсың ғой. Бедный өмірдің ше? Жоқ, сен ешқандай дұрыс, красавчик, молодец. Сен енді ешқандай дінде жоқ болып тұрсың ғой. Онша емес өмірдің, мысалы бедный өмірдің йығмасын деп бүйтіп шығарып қойғанда атеизм менен ше? Атың затыңа сай екен. Атың затыңа сай екен, молодец. Сен бірақ кішкене сөз тыңдамайтының қиын екен да. Сен сонда ешқандай діндерге сенбейсің ғой сен, иә? Жоқ, дінге сенбеймін мен. Атеизмді де вообще ұстамаймын. Красавчик. Мен просто өмір сүремін да. Дұрыс солай өмір сүр. Просто атеизм саған миын ашып кетеді ғой бауырым, түсінесің ба? Өмір өтіп кетеді да. Енді сен миың ашымас үшін немен айналысу керек деп ұсынасың? Дінді де ұстасаң уже не қылып кетесің? Ой, красавчик, келсем деймін. Бізге енді халыққа қандай ақша табу керек қой үшін. Енді қандай жолдармен ақша табамыз? Ай, Қасым-Жомарт. Кәдімгідей табасың ба? Қандай ұсыныстарың бар мына халыққа ақша табатын? Қандай жолдар бар? Халыққа ма? В общем, ондай затты ойлай бермейсіңдерші, в общем. Дін, атеизм деген ше. Нені ойлау керек, соны айтпай. Нені ойлау керек? Осы өмір ғой. Нені ойлау керек, соны айтпай. Ешнәрсені ойламайсың, просто болды, өмір сүре бересің. Уже оны ойласаң өмірің өтіп кетеді ғой, просто қырылып жүресің мысалы. Нәрсені ойламай қалай өмір қырылып жүреді да бір-бірімен, өмір өтіп кетеді деген сияқты. Үш нәрсені ойламай қалай өмір сүресің? Енді дұрыс қой, өзің өміріңді ойлайсың ғой. Енді өз өміріңе қатысты бір кеңестер айтса, мынандай нәрсені ойлау керек, мынандай айналысу керек деп. Денсаулығымен айналысу керек адам. Міне, дұрыс айтасың. Сосын морально мықты болу керек адам. Физически мықты болу керек. Морально мықты болу үшін мықты болу керек адам. Морально мықты болу үшін не керек? Мысалы, қалай адам морально мықты болады? Морально мықты болу үшін қандай болуың керексің ғой? Қалай айтсам болады? Любой затқа сынып қалмауың керексің ше? Сондай ғой, в общем. Ой, сен сигареттерің простой екенсің. Сен просто мына жерде ағартып жатырмын деп ойлайсың да, просто халық мына жерде миын ашытып жатырсың ғой, сен білесің ба? Енді мысалы адам сабақ оқығанда миы аши ма? Білім қажет деп ойлайсың ба? Смотря қандай ғой жерде, конкурс бар ғой жерде, білесің ба? Жоқ, мектептің білімі қажет деп ойлайсың ба жалпы? Білім қажет па, оқу қажет па? Жоқ, мектептің білімі ол ашин айтып тұрмын ғой, адамдардың миын ашытып қойған деп. Мектептің білімі қажет емес, иә? Жоқ. Осы жерің қате екен енді. Сен мектептің білімінсіз сен немен айналыса аласың? Мектепте болмайтын затты үйретеді ғой. Болатын зат қой негізі, қолдана білсең. Не үшін қолданылатынын түсінсең, қайда қолданылатынын, қайдан шыққанын түсінсең, болатын зат қой. Мектеп бүкіл білімнің фундаменті ғой. Ол фундаментсіз сен ештеңе істей алмайсың. Телефонды да мектеп оқымағандар жасаған. Телефонды, мысалы, мектеп оқығандар жасайды. Физиканы білетіндер жасайды. Химияны білетіндер жасайды. Жоқ, енді саған телефон ChatGPT-ді кім жасап берді саған? Мектеп оқығандар ма, оқымағандар ма? Уже оның өзінің нелері бар ғой, мамандары бар ғой, ше, түсінсің ба? Қалай мамандар бар? Андай конкуренция жоқ жерге бар ғой, қойшым. Ой бе, конкуренция жоқ жер. Не сатайын деп жүрсің? Конкуренция жоқ жер. Қаяқтың конкуренция? Қарасай, мысалы, қазақтар машина шығара алмайды ғой, дұрыс па? Қазақтар уже машина шығара алмайды, мысалы. Конечно, сен сияқты ойлайтын болса, жастар қайтып шығаратын машина. Жоқ, қарасай, оның уже нелері бар ғой, Қытай бар деген сияқты ғой, оның уже. Қытай сен сияқты ойлайтын болса, ешқашан автомобиль рыногына шықпайтын еді, өйткені Қытайлар машина шығармай тұрған кезде немістер мен жапондар бар еді ғой. Олар немістер бар, жапондар бар деп отырса, Қытайлар қазіргідей мықты болмайтын еді. Олар білімге ақша салды, ғылымға ақша салды да, сөйтіп қазір америкалықтармен теңесіп алды. Олар сен сияқты ғылым керек жоқ деген жоқ, олар біз таласамыз деді, таласты. Мен мектеп керек жоқ дедім саған. Мектеп болмаса білім болмайды, саған кім жасап береді? ChatGPT-ң, телефон жасап береді. Системасы дұрыс емес қой, түсінсің ба сен? Сен мектеп системасының тарихын да білмейсің да, оны қалай дұрыс емес деп айтасың сен?
Тіпті білесің ба, мектептегі сабақтың қанша уақыт болу керек, қоңыраудың қанша уақыт болу керек, бір күнде балаға қанша сабақ өту керек, бала қанша уақыт демалу керек, бұның бәрі біраз қаншама адамдардың ғылыми еңбегінің жемісі. Олар балаларды зерттеген. Балаға 45 минут сабақ өткен дұрыс па, 1 сағат сабақ өткен дұрыс па? Оған ортасында қанша минут демалу керек? Неге 3 сабақтан кейін оған ұзақ перемена беру керек? Неге бір күнде балаға 5-6 сабақтан артық бермеу керек? Осы жүктеме, бала 5 күн оқи ма, 6 күн оқи ма? Бұның бәрі балаларды зерттеудің нәтижесінде шыққан система. Ол аспаннан түсе салған жоқ, сен өйтіп жеңіл ойлама. Педагогика деген саланың даму жолы бар. Адамға білім беру. Сен еріккеннен деп ойлайсың ба? Сағат таңғы сағат 8-де басталады, мысалы. Сабақтан құрылымы қандай болу керек? Жаңа ақпарат беріледі, оны қалай бекітесің, мысалы. Осының бәрі деген система ғой ол. Сенде. Өте жеңіл ойлайсың да. Өте жеңіл ойлайсың. Мен мысалы енді өзің ысқақ ойламайсың өзің былайша атеизмнен ақша тауып отырмын деп. Енді ақша тауып отқан рас қой, ақша тауып отқан. Енді мына жерде қайыршы болып отырсың ғой, дұрыс па? Жоқ. Не істеп отырсың сен? Халыққа ақпарат беріп, халыққа ақпарат беріп, жоқ, халыққа ақпарат дұрыс қой, енді ақпарат. Енді сен анандай жаңа кішкене сені сынап қойып едім, енді бетің ашыла бастады уже. Саған білімді тегін бере ма, мемлекет ақшаға бере ма? Ол мемлекет қайтарады ғой, сөйтіп білесің ба? Нені қайтарады? Просто системаға кіргізіп қояды ғой. Мысалы, қандай система? Университет, сосын жұмыс деген сияқты ше. Ол мемлекетке выгодно ғой, мысалы. Сол системаның ішінде жүрген, өйткені ол налог төлейді, кредит алады, ипотека деген сияқты ше. Мемлекет сені неге оқытады, білесің ба? Енді дұрыс қой, оған мемлекет ұстап тұру үшін оқыту керек қой. Жоқ, мемлекет сен сияқты оқымайтындардың, мектеп деген нәрсе әуел баста қаяқтан пайда болғанын білесің ба? Мектеп көбіне Америка сияқты жерлерде балаларды қаңғытпай бір жерде жинап, жүйелі отырғызу үшін жасалады да. Сен сияқты топастар жиналып алып, мектепте оқудың орнына ішіп шегіп қуып жүретін болса, далада өзімен өзі. Сендер тоқта, сен жабайы мал болып кетесің сен. Мал болып кетесің да, сен қоғамға бір масыл боласың да. Сен ертең жұмыс істейін десең, саған жұмыс жоқ. Сен мамандығың жоқ қой, өйткені ештеңені меңгермегесің. Сен бір жерден ұрлық істейсің, бүйтесің, сөйтесің, не заңды білмейсің, ұрынасың, қадаласың да, түрмеге түсесің да, мемлекетке масыл боласың. Қоғамға масыл боласың сен. Сені просто асырау керек болып қалады да, не түрмеге салып, не жындыханаға салып, не басқа жерге салып асырау керек болады да. Мектеп, андай бұзақы балалар көбейіп кетпесін, балаларды бір жерге жинап, олардың бос уақытын пайдалы нәрселермен толтыру үшін жасалған нәрсе. Сен сияқтылар көбейіп кетіп, өзін өзі басқарам деп, далада жабай аң болып кетпесін деген мақсатта ол. Сені пайдаланатындай мемлекет саған ақша салып отыр ғой, қалай сені пайдаланады ол? Сенің кітабыңның бәрі тегін, мұғалімге еріккеннен ақша төлеп отқан жоқ, мектепті айдалаға салып отқан жоқ та, мысалы. Сол ақшаның бәрін топастар істеп отқан жоқ қой, есептелген дүние ғой. Сен біліп, бесіктен берің шығып қалып, ана аузыңнан анаңның сүті кеппей жатып, мына жерде бәрінен ақылды болып отырсың да, үші көрінгенге тіл тигізіп. Сен емес, сенің әкелерің планда жоқ кезде бұның бәрін қаншама адам зерттеп, системаға қойған, қалай мемлекетті басқарамыз. Мемлекеттегі адамдар, мемлекетте білімсіз адамдар, жұмысы жоқ адамдар, сосын кәсібі жоқ адамдар мемлекетке масыл. Денсаулығы жоқ адамдар мемлекетке масыл. Осындай адамдар аз болып, осындай адамдар сен кәсібіңді сен заң білмесең жүргізе алмайсың ғой, сен қазір неден жейсің ғой? Ол заң білетін адам өте көп білесің ба? Обществода мен заңды білетін адамды жалдап ала саламын ғой, білесің ба? Заңды білетін адамды жалдағанға ақша жинау керек шығар, сен қақтан аласың ақшаны? Бірінші капиталын қақтан аласың сен? Қасым Жомарт, мен сәл кішкене басында кіргенге бір өзгеше ойлайтын бала екен десем, әшейін көшеде жүрген бір насыбайшық шықпан екенсің ғой таза. Бетің айтайын. Өзіңнің жалқаулығыңды бір ақылшысынып жапқың келетін топаз екенсің ше. Мен сен ойладым басында кіріп, ой, дінге сенбеу керек, анаған сенбеу керек дегенге бір ерекше ойлайтын бала шығар десем. Ой, бұның бәрі системаға деп, насыбайын түкіріп тұратын бұрыштағы шпаналар болады ғой. Түк білмейді, бірақ бәрін білетін сияқты періп тұрады да.
қолдан ештеңе келмейді былай алсаң. Былай ғой, мысалы, қазір қоғам тым күрделі болып кетті да. Қазір қоғам тым күрделі болып кеткеннен кейін кейбір дүниелерді адамдар бір спокойно нәрсе сияқты көреді да. Мысалы, ол солай бар ғой ол баяғыдан деген сияқты. Оның артында қаншама адам еңбек жатыр, бағанағы сияқты. Мектеп, балабақша системасы, мектеп, неге мектеп, бастауыш мектепке бөліну керек? Неге орта буын, неге жоғарғы мектеп, университет деген не үшін керек? Бұның бәрі деген ғасырлар бойы зерттеген нәрседе, ол аспаннан түскен жоқ. Немесе Құдай келіп бізге үйретіп кеткен жоқ. Қоғамды, мемлекетті қалай құру керек екен? Қоғамда әлеуметтік топтарды қалай қамтамасыз ету керек? Салықты қалай жинау керек? Қалай жарату керек? Бұның бәрі үлкен жүйе ғой. Ол ауадан келетін нәрсе. Тым ақылды сезініп кетудің де қажет жоқ негізі өзіңше. Кейде осындай балалар қарныңды ашырады да. Бұның егер үйінде, мысалы үйінде әке-шешесі бір дұрыс әңгіме айтып, осындай қарапайым дүниелерді түсіндіре алса, мұндай әңгіме болмайтын еді деп ойлаймын да. Бұның әке-шешесі де конспиролог қой, бірдеңе болып тұр ғой сонда.